Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар? Бізде бүгін жаңа тақырып дүние жүзі тарихының тақырып жазып аламыз. Неліктен фашизм Италия мен Германияда өрбіді? Негізгі біздің тақырып. Енді бүгінгі сабақтан не білуіміз керек? Жалпы 20 ғасырдың саяси бағыты ретінде фашизмнің негізгі ерекшеліктерін анықтаймыз. Италия мен Германиядағы фашистік партиялардың жетістіктерінің себептері, фашистік режимнің әлеуметтік қолдауын анықтау және фашистер билікке келгеннен кейін құрылған саяси режимді сипаттау. Жазып аламыз. Фашизм тоталитарлық типтегі мемлекеттік режимнің бір түрі, яғни Рим империясының қалпына келтіру идеясын басшылыққа алған осы Бенито Муссолини бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін осы қызылшылығымен байланған немесе белбеумен байланған қарағаш немесе қайың бұтақтарының бумалары фасцияны таңдады. Ежелгі Рим патшаларының билігінің атрибуты, яғни республика дәуірінде жоғары билікке ие болған Бенито Муссолини. Жазып аламыз. Фашизмнің белгілері. Біріншіден, тоталитарлық режим бір партиялық жүйе. Екіншіден, демократия мен адам құқығын жоққа шығару. Үшіншіден, саяси дұшпанды және кез келген келіспеушілікті басу үшін зорлық-зомбылық пен терроризмді қолдану және қолдау. Бір үстем ұлттың нәсілдік артықшылығы мен айрықшылығы негізінде тану және бесіншіден, басқа жат дұшпандық ұлттарға төзбеушілік пен кемсітушілік. Бұл бізде барлығы фашизмнің белгілері. Нацизм гитлерлік режимнің 1933-45 жылдардағы идеологиясы мен саясаттануының атауы. Жазып аламыз. Нацизм белгілі бір ұлтты, нәсілді немесе адамдарды әлемнің басына қоятын және бүкіл адамзатқа қарсы репрессиялық шараларды қолдануды қолдайтын дүниетаным. Италиядағы фашизм. Фашистік топтарды ал кейін фашистік партияны құрумен Бенито Муссолини айналысты бізде. Ол жалаң сөздермен қала мен қыстақтардан ұсақ буржуазияны, жұмысшылардың артта қалған топтарын өз қатарына тарта білді. Фашистер жер шаруаларға берілсін, сұрқия буржуазия мен ұлттық қанаушылар жойылсын деген ұранды көтереді. 1920-21 жылдары Италияның соғыстан кейінгі экономикалық және саяси дағдарыс жағынан пайдаланған фашистік қозғалыс лаңкестік әрекетке көшіп тез қарқын ала бастайды. Германиядағы фашизм. 1920 жылы жабылған фашистік ұйымдардың белсенділігі туындайды. Адольф Гитлер түрмеден босатылып, фашистік партия жаппай саяси және әскери ұйымдар құру әрекетін ашық түрде жүргізе бастайды. Бірқатар фашистік жетекшілер 1925 жылы құрылған 32 ұлттық социалистік неміс жұмысшылары партия атанып, 1928 жылы Рейхстаг салынды. Германиядағы ұлттық социализм. Гитлердің өкімет басынан кейін Нью-Йорк биржасына өз әсерін тигізді. Бұл бізде Италияның фашистік партиясының жетекші премьер-министрі Бенито Муссолини. Бұл 1919 жылы осы Италияда фашистік партияның негізін қалайды, құрады. Римге қарсы науқан өткізіп, Муссолини елдегі билікті басып алып, 22 жыл 1 қарашада Италия үкіметін басқарады. Сонымен бірге Муссолини фашистік партияның жетекшісі болған кезде диктаторлық билікке ие болды. Муссолини үкімет елді фашистік террор режимін енгізіп, агрессивті сыртқы саясат жүргізіп, екінші дүниежүзілік соғысты фашистік Германиямен бірге бастайды. Адольф Гитлер Германиядағы саясаткер, білесіздер, 33-45 жылдардағы фюрер, яғни фюрер деген жетекші, 3-ші рейхтің канцлері. Бранау қаласында дүниеге келген, яғни Австро-Венгрияда. Тумасынан австриялық шаруа отбасынан шыққан, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол еуропалық фашизм толқынында Германияда теңдесі жоқ озбырлық режимін құрады. Жақсы, осымен болды. Тапсырмаларды мен жеке жүктейтін боламын. Назарларыңызға рахмет.